Qadırlı ağayın, qasiyetli Ramazan ayı Ramazanның 27 түні менен аяқталып қалмайды. Елімізде көп адамдар Қадыр түнін күткеннен кейін бейне бір Рамазан аяқталып қалғандай сезінеді. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Рамазан айының соңғы түніне ерекше көңіл бөлген. Хадисте пайғамбарымыз юғфару лахум фи ахирул лейла, Рамазанның соңғы түнінде олардың күнәлары кешіріледі дейді. Сол кезде сахабалар, я Алланың елшісі, осы түн Қадір түні ме деп сұраған кезде, жоқ. Адам амалының, ісінің нәтижесін сол амалын толық аяқтағаннан кейін алмай ма дейді. Яғни біз финишный прямойға келіп, сонша жері жүгіріп келіп, соңғы мәре сызығын кеспей тұрып қалсақ, біз жетістікке жетпейміз. Сондықтан Рамазан айының соңғы түніне біз көңіл бөлуіміз керек. Өйткені біздің бір ай бойы ұстаған оразамыздың сауабы сол соңғы түні беріледі. Пайғамбарымыз да сол түні адамдардың барлық күнәсі кешіріледі дейді. Сол үшін қадірлі ағайын, бір ай бойғы Рамазанның қасиетті айдың сауабын толық алғымыз келсе, қасиетті айдың соңғы түніне сақ болайық. Сол түнді құлшылық, ғибадат, дұға, мінәжатпен өткізейік.